Сәлем достар. Абылайхан тұқымы бұлы жаздаған ағылшын. Бұл видеоға лайк басып қазақша арнаға қолдау көрсете кетіңіз. Британдық Аткинсон фамилиясының қазаққа қанша қатысы бар? Ол қалайша Абылайхан тұқымы болуы мүмкін еді? Бұл жағдай 19 ғасырдың орта шебінде орын алды. Алматы облысы Жоңғар Алатауының бөктерінде Қапал елді мекенінде Тамшыбұлақ деген ғажайып бір табиғи нышан бар. Ол тегіс жердің қақ ортасына терең ойда орналасқан судың жардан тамшылап ағатын қайнар көз. Осыдан 1,5 ғасырдан астам бұрын ағылшын саяхатшысы Томас Аткинсон Азия, Алтай, Ұлы Жібек жолы туралы саяхатшылардан естіп, үлкен қызығушылығы оянады. Сол жерлерді аралап зерттеп, әдемі табиғат көріністерін қағаз бетіне сурет етіп салуды мақсат етеді. Сөйтіп 1847 жылы өзінің 7 жылға созылатын саяхатына аттанады. Саяхатта жүріп, ол өзінің жерлесі Люсимен үйленіп, ары қарай саяхатын жалғастырып кетеді. Томас пен Люси сапар барысында көптеген әйгілі сұлтандар мен билермен кездескен. Солардың бірі Абылайханның немересі Сүйік Сұлтан еді. Олардың ауылдарына тоқтап, олармен әңгіме айтып, тұрмыс тіршіліктері туралы жазып алатын. Дала көшпенділерінің өмірін сипаттайтын жазбалардың ерекшелігі Аткинсондерге дейін мұндайды ешкім суреттей алмаған. Олар Сібірден мыңдаған шақырымды жүріп өтіп, Қапал елді мекеніне тоқталады. Сол жерде балалар дүниеге келеді. Қара суықта бұл кезеңде көптеген бала суыққа шыдамай шетінеп отырған. Сонда шақалақты ыстықтан қорап пештің үстіне қойып қоятын. Қазақ даласында дүниеге келген ағылшын баласына жол бойы тамашалаған Жоңғар Алатауына және де Қапалдағы Тамшыбұлақ бастауына тамсанған Томас нәрестенің атын Алатау Тамшыбұлақ Аткинсон деп қояды. Бұл балаға көп сұлтандардың көзі түсіп, жылқыларға айырбастап алайық дейтін. Менің жерімде дүниеге келгендіктен бала да менікі деп айтқандардың бірі Сүйік Сұлтан еді. Олар балаға арнап көптеген жібек маталарды, қымбат терілер мен әртүрлі бағалы сыйлықтар берген. Кейін елдеріне оралып, уақыт өте ер жеткен Алатау Гавай аралдарына қызмет жасауға кетіп қалады. Онда ол Гавай аралдарының білім алу саласында басшылық етіп, көптеген білім ордаларын ашқан. Қазіргі уақытта Гавай аралдарында Аткинсон атында көше аты бар. 2016 жылы Аткинсонның ұрпақтары аталарының туған жерлерін аралап, Қапал елді мекеніне барып, Алматыда Ник Финнинг жазған Ұлы дала саяхатшылары атты кітабын шығарады. Арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.